Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 55-ші сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Өзіңді тексер, шамалар және олардың өлшем бірліктерін табатын боламыз. Сен 12-ге дейін сандарды рим цифрларымен жазуды, оқуды және қолдануды, шамалардың өлшем бірліктерін салыстыруды, шамаларды өлшем бірліктеріне амалдар қолдануды, есептер шығаруды үйренетін боласыңдар балалар. Бүгін бізде бірінші тапсырмада А нұсқасында сандарды рим цифрларымен жаз дейді. Сандарды рим цифрларымен жазатын болсақ, бізде бірінші екі түр. Оны рим цифрымен 2 деп осылай жазамыз. 4 саны тұр. 4 санын осылай жазады екенбіз. 5 санын осылай және 8 санын осылай жазады екенбіз. Келесі ән нұсқасында бізде өрнектердің мәнін рим цифрларымен жаз дейді. Бізде 2 қосылған 5 дейді. Біз 2-німізді 5-ке қоссақ, ол бізде 2-міз 5-ке қоссақ, ол бізде 7 болады екен, Осы 7-міз рим цифрмен жазамыз. Келесі бізде 11-ден аламыз 5-мізді. Ол бізге 6-ға тең болады екен. Келесі 9-мыздан аламыз 3-мізді, ол бізде 6-ға тең болады екен балалар. Келесі екінші тапсырмада ретмен жаз дейді. Ұзындықты өлшем бірліктері кішісінен баста дейді. Ол бізде миллиметр, сантиметр, дециметр, метр және километр. Массаның өлшем бірліктерін ірісінен баста дейді. Ол бізде тонна, центнер, килограмм, грамм және миллиграмм екен. Келесі уақыттың өлшем бірліктерін үлкеннен бастап жаз дейді. Бұл бізде үлкеннен бастап ғасыр, жыл, ай, апта, тәулік, сағат, минут және секунд болады екен. Келесі үшінші тапсырмада біртекті шамалардың бірліктерін топта. Тәулік, литр, метр, апта, центнер, минут, сантиметр, сағат, дециметр, килограмм, жыл дейді. Ұзындықтың өлшем бірліктері бізде метр, дециметр, сантиметр бөлінеді екен. Метр, дециметр және сантиметріміз. Енді масса өлшем бірліктері ол бізде килограмм, центнер. Енді уақыт өлшем бірліктері ол бізде тәулік, апта, минут, сағат және жыл болады екен балалар. Келесі 4-ші тапсырмада бізде салыстыр делінген. Бізде бірінші берілген 2 жыл 22 ай дейді. Бұл жерде бізде 22 айымыз 2 жылдан кіші болады екен. 4 сағат және 2 сағат қосылған 3 сағат дейді. 2 сағатқа 3 сағат қосылса 5 сағат. Яғни бұл жерде бізде 4 сағаттан 5 сағатымыз үлкенірек болады екен. 2 тәулік 20 сағат дейді. Бізде әрине 20 сағатымыздан 2 тәулігіміз үлкен болады екен. 1 тәулікте 24 сағат болса, 2 тәулікте 48 сағат болады екен. Келесі 2 тәулік 2 сағатымыздан біздің 52 сағатымыз үлкен болады екен. Келесі 1 дециметрімізді аламыз 3 сантиметр. 1 дециметрімізді қосамыз немесе 3 сантиметрге. Бұл жерде әрине қосынды болып тұрғандықтан 1 дециметр 3 қосылған 3 сантиметріміз үлкен болады екен. Келесі 20 литрімізден аламыз 14 литрімізді дейді. 19 литрімізден аламыз 13 литрімізді дейді. Бұл жерде әрине бізде 20 литрден 14 литрімізді алсақ та 19 литрден 13 литрді бір-біріне олар тепе-тең болады екен. Шыққан мәндер бірдей өткені. 100 килограммымыз әлде 38 центнер қосылған 62 центнер дейді. Бұл жерде бізде 100 килограммымыздан 38 центнер қосылған 62 центнеріміз үлкен болады екен. 2 апта әлде 2 тәулік дейді. Бізде әрине 2 тәулік тек қана 48 сағат, ал 2 аптада бірнеше сағаттарымыз бар екен. Сондықтан бізде 2 аптамыз үлкен болады екен балалар.
Келесі 5-ші тапсырмада бізде ұзындықтың қай бірлігімен өлшеген қолайлы екенін жаз дейді. Өз бойының ұзындығын бізде сантиметрмен өлшеген ыңғайлы екен. Сантиметрмен. Келесі қаламның ұзындығын миллиметрмен өлшеген бізге қолайлы екен. Жүгіру жолының ұзындығы дейді. Жүгіру жолының ұзындығын метрмен өлшеген ыңғайлы. Метрмен өлшеген ыңғайлы. Келесі. Машинамен жүруге болатын екі ауылдың арасындағы осы бірліктеме өлшеген қолайлы ма дейді. Машинамен жүруге болатын екі ауылдың арасын біз километрмен өлшесек болады екен, Километрмен өлшеген ол бізде қолайлы. Өлшеген ыңғайлы деп мен жазып қойайын, балалар. Келесі 6-ші тапсырма. Массаның қай бірлігін өлшеген қолайлы екен жазайды. Бір қораптың қанттың массасын біз бір қорап күріштің массасымен килограммен өлшеген. Екеуінде килограммен өлшеген ыңғайлы болады екен, балалар. Бір машина көмірдің массасын осы бірліктермен өлшеген қолайлы ма, қалай ойлайсың дейді. Бір машина көмірдің массасын бізге килограммен өлшеген қолай болмайды, өйткені ол салмағы ауырлырақ болғандықтан бізге тоннамен өлшеген ыңғайлы болады екен. Тоннамен өлшеген ыңғайлы деп мен жазып қояйын. Келесі 7-ші тапсырма есептерді шығар дейді. Бүркіт 46 жыл тіршілік етеді. Жапалақ одан 31 жылдай аз, ал қарға жапалақтан 44 жылдай ұзақ жасайды дейді. Қарға неше жыл тіршілік етеді? Бізде бүркіт 46 жыл, жапалағымыз белгісіз, 31 жылға аз дейді. Сонда қарғамыз 44 жыл ұзақ дейді. Енді біз бүркітімізбен жапалағымызды алып тастаймыз, сосын барып қарғамызды оған қосады екенбіз. Яғни 46-тан 31-мізді алсақ бізде 15, 15-ті 44-ке қоссақ, ол бізде 59 екен. Жауабы қарға 59 жыл тіршілік етеді екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз тәмам. Менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.